Асанхан Ануарович, сіз Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжі директорының оқу өндірістік ісі жөніндегі орынбасарысыз. Жалпы басшы ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы бірнеше сұрақтарым бар еді. Сіз облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Және қандай жерде, қандай көздерден хабардарсыз? Сұрағыңызға рахмет. Облысымыздағы жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық іс-шараларына қанағаттанамын. Бұл хабарды мен бұқаралық ақпарат құралдарынан және интернеттен қарап отырамын, үнемі қарап отырамын. Және ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істерімен және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің өзінің құрылған жобалары бар. Сол жобамен жұмыс істеп жатыр. Жалпы айтқанда қанағаттанамын. Рахмет. Осы сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ма? Сіз қанағаттанасыз ба? Көңілім толады, қанағаттанамын. Жалпы сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін және оның алдын алуда қандай шаралар тиімді деп ойлайсыз? Жалпы сыбайлас жемқорлықты болдырмауға келетін болсақ, оқу орындарында таза сессия акцияларын ұйымдастыру қажет. Ол акцияны ұйымдастыру үшін қоғамдық комиссия құрылып, және оның ішіне комиссия құрамына оқушылар, ата-анадан, оқушылардан, оқытушылардан комиссия мүшелерін бекітіп, жұмыс жасау қажет. Одан кейін оқушылардың оқытушыларға беретін параларын алдын алу қажет. Ол оқымайтын бала өзі оқытушыға пара ұсынып, оқытушыны пара алуға итермелеуі мүмкін. Сондықтан сондай жұмыстарды алдын алу қажет, жұмыстарды болдырмау керек. Асанхан Ануарович, өз өміріңізде осы сыбайлас жемқорлық көрінісімен кездесіңіз бе? Оның куәсі болдыңыз ба? Жоқ, мен өз өмірімде ондай сыбайлас жемқорлықпен кездесіп көрген жоқпын, және куәгер болған жоқпын. Тек интернет арқылы, теледидар арқылы көрдім. Рахмет. Осы уақыт бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымыз шексіз. Рахмет.